Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай кешкі асқа өте ерекше әрі тойымды тағам дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Видеомды толықтай соңына дейін қарап, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Ең алдыменен қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін бір жұмыртқа, жарты стақан су, бір шай қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырып, алдын ала дайындап қойған електен өткізіп, ұнымызды салып, еттің қамырындай қамыр илейтін боламыз. Қамырларыңыз орташа болуы қажет. Міне, дәл осындай. Дайын болған қамырды пакетке салып, демалдырып қоямыз. Енді алдын ала дайындап алған ашып картоптарымызды көптеу май құйып, қызарғанша қуырып алатын боламыз. Картоптың осында ең майдасын таңдап алыңыздар, сонда бір келкі болып шығады. Міне, қып-қызыл болып қуырылды, екі жағы да, барлық жағы. Сүзіп аламыз майдан барлығын. Ешқандай тұз салмайсыздар. Тек майда жақсылап қызартып қуырып аласыздар. Міне, дәл осындай дайын болды. Бір шетке қалдырып қойыңыздар. Енді керекті майымызды алып, артық майларыңызды құйып аласыздар. Алдын ала турап қойған пиязымызды салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Одан соң сәбізімізді саламыз. Тағы да жақсылап қуырып аламыз. Сіздерге де жасауға кеңес беремін, достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдын ала майдалап туралған сарымсағымызды саламыз. Жақсылап қуырып аламыз. Сарымсағымыз тағамызға ерекше дәм беретін болады. Тәтті бұрыштарымызды саламыз. Тағы да жақсылап қуырып аламыз. Көп қуырудың қажеті жоқ, бұрыштарымыз езіліп кетеді. Бір қасық толтырып салат қостым. Томат пастасын қоссаңыздар да болады. Және алдын ала қуырып дайындап қойған картопымызды саламыз. Бір-екі қозғап, көп қуырудың қажеті жоқ. Өйткені картоптарымызды алдын ала қуырып дайындап қойдық. Тұзымызды саламыз. Және үстіне суымызды құйып, картоптарымыз бататындай етіп, қақпағын жауып, қайнағанша қойып қоямыз. Қайнаған соң астын басып қойыңыздар. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін тартылған ет қажет болады. Үккіштен өткізілген сәбіз және майдалап турап алған пияз, дәміне қарай тұз, бұрыш қосасыздар. Барлығын қосып болған соң жақсылап араластырасыздар. Өз қалауларыңыз бойынша аз көк пияз қоссаңыздар да бола береді. Салмасын дайындап бір шетке қойып қойыңыздар. Енді қамырын жаюға кірісеміз. Қамырларымызды ұн себе отырып, қолымыздың көмегіменен жақсылап оқтауды баса отырып жайып аламыз. Қамырларыңыз қалың не болмаса жұқа болмауы керек. Орташа болғаны жақсы болады. Менің YouTube арнама тіркелмеген болсаңыздар, достар, тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Алдағы уақытта көптеген қолжетімді рецепттермен бөлісетін боламын. Міне, қамырларымыз дайын болды. Үстіне сұйық майымызды құямыз. Майларыңыз иіссіз болғаны жақсы. Барлық жеріне жететіндей етіп, щетканың көмегімен жақсылап жағып шықтым. Бұл маңызды емес, қолмен жағып шықсаңыздар да бола береді. Бәрін дәл осылай етіп кесіп аламыз.
салмасын салып, орағанға ыңғайлы етіп кесіп аламыз. Салмасын бәріне салып шығамыз. Дәл ортасынан қайырып, бір шетінен бастап орай бересіздер. Міне дәл өздеріңіз көріп тұрғандай. Ешқандай жабыстырудың қажеті жоқ. Барлығын осылай орап шығасыздар. Қамырларыңыздың ортасы ұзындау болады, сол үшін ортасынан бөліп, екіге бөліп жасасаңыздар болады. Қатты қыспаңыздар, сонда бәрі арасы толықтай пісіп шығады. Міне осылай жай отта, қайнап тұрған отқа, қазанымызға дайындап алған осындай қамырларымызды, гүл тәріздес қамырларымызды салып орналастырып аламыз. Ешқандай артық су құймайсыздар, тұзын көріп аласыздар. Тұзы өте дәмді болу керек. Кем болса саласыздар. 35 минут, 40 минут пісіріп аласыздар. Оттың ең төменгісіне қойып. Міне сонымен тағамыз да пісіп шықты. Сіздерге де ас болсын. Назарларыңызға көп рахмет. Қазақша контентті қолдап кетіңіздер. Сау болыңыздар.